Ассалаумағалейкум достар. Сіздерге бүгін бауыр неден ауырады және оны емдеу жолдарын айтатын боламыз. Видеоны көрмес бұрын лайк басып, каналға жазылып кетіңіздер. Бауыр ауруларының көптеген түрлері бар. Олар инфекциялардан, тұқым қуалайтын аурулардан, семіздіктен және алкогольді дұрыс пайдаланбаудан туындауы мүмкін. Уақыт өте келе бауыр ауруы тыртықтарға және одан да ауыр асқынуларға әкелуі мүмкін. Ерте емдеу зақымдануды емдеуге және бауыр жеткіліксіздігін алдын алуға көмектеседі. Бауыр ауру дегеніміз не? Жалпы бауыр сіздің денеңіздің екінші үлкен органы. Ол кеуде торының дәл оң жағында орналасқан орган. Бауыр қоректік заттар мен қалдықтарды ас қорыту жүйесіне қозғалған кезде бөледі. Сондай-ақ ол ағзадан токсиндерді шығаратын және ас қорытуға көмектесетін өт шығарады. Бауыр ауру термині бауырыңызға әсер ету және зақымдауға мүмкін бірнеше жағдайлардың кез келгеніне қатысты. Уақыт өте бауыр ауруы циррозды, яғни тыртықты тудыруы мүмкін. Сау бауыр тінінің орнын көбірек тыртық тіндер басқандықтан бауыр енді дұрыс жұмыс істей алмайды. Бауыр ауруы емделмеген жағдайда бауыр жеткіліксіздігі мен бауыр ісігіне әкелуі мүмкін. Жалпы гепатологиялық аурулар ағзаның ең қауіпті ауруларының бірі болып саналады. Бауырдың белгілі бір аурулардың дамуы оның жасушаларын адамның өліміне әкелуі мүмкін дистофриялық өзгерістерге әкеп соғады. Қиындықтарды болдырмау үшін осы патологияларды уақытылы анықтау маңызды және оларды дереу кешенде емдеуді бастау керек. Бауыр аурулары және олардың атаулары. Жалпы гепатологиялық зақымданудың 5 тобы бар. Олардың әрқайсысы аурудың симптомдары мен шығу тегі сияқты ұқсас. Өт қабығы мен оның түтіктерінің аурулары бөлек өңделеді. Бауыр аурулар дегеніміз не? Паренхима жасушаларының алғашқы іріңді қабыну және функционалы зақымдалуы. Бұл топта вирустық және отты гепатит, туберкулез және сифилиялық инфекция, гепатомалогия, майлы гепатит және абсцесс. Зақымданулар шерге, жарақат және бауырдың зақымдануы. Жүрек патологиялары. Оларға артеровенозды фистула және фистула, плефлебит, Бадди-Чиари синдромы, портальды гепатина кіреді. Шектің арналарды холестазы, Короли ауруын, холестерианы, өткір және созылмалы холангитті өзгертеді. Ісіктер. Бауырда кисталар мен гемангиомиялар, саркомалар, ішкі клеткалы және жасушалық ісіктер басқа органдардың метастазаларында дамиды. Жалпы бауыр не үшін ауырады? Кейде белде пайда болған қышыма және де қауіпті аурудың белгілері болуы мүмкін. Мұндай кезде дәрігердің көмегіне жүгінуді ұмытпаңыз. Бауыр бұл денеміздегі маңызды ағзаларының бірі. Ол ас қорытуға көмектеседі, өмірлік маңызды заттарды синтездейді және токсиндерді шығарады. Бауыр қызметінің бұзылуы әлемде ең кең таралған проблемалардың бірі. Тек ақш-тың өзінде 30 миллионға жуық адам бауыр ауруларынан зардап шегеді. Егер сіз үнемі оң қабырғаңыздың төменгі жағы сыздап ауыратын сезсеңіз, жеделдетіп гепатолог, гастроэнтеролог, тым болмағанда терапевтке көрінгеніңіз жөн. Бауырыңыз қатты бүлінген кезде де ауырмайды, себебі оның құрамында ауырсыну рецепторлары жоқ. Әдетте ауырсыну немесе шаншу ауру өте асқынған кезде ғана болады. Ондай жағдайда бауыр іседі, үлкейеді, өзін қоршап тұрған капсула қабығына қысым көрсете бастайды. Міне, содан кейін ғана науқас ауруды сезе бастайды. Мұндай жағдайда өкінішке орай өңдеу кеш болуы мүмкін. Бірақ оң қабырғаның төменгі бөлігінің ауруы мүлдем басқа жағдайлармен байланысты. Мысалы, өт қабының сынуы. Бауыр ауруының басқа қандай белгілері бар? Бауыр бүлінгенде бел, іш және оң иық ауруы мүмкін. Кейде тіпті ауырсыну сезімі мүлде болмайды. Бауыр ауруларының белгілері: әлсіздік, бірнеше күн немесе апта бойы шаршау, диетасыз және себепсіз арықтау, жиі бас айналу және құсу, тәбеттің жоғалуы, аяқтың төменгі жағының жиі ісуі, іштің кебуі, белгісіз себептермен дененің кез келген бөлігінде, қолда, аяқта, иықта қышудың күшеюі. Егер жоғарыдағы белгілерден бөлек кез алдында сырғаюы, кіші дәрет түсінің бұзылуы байқалса, дәрігер көмегіне жүгінуіңіз қажет.
Және де бауыр бұл ағзада белгілер сыртқа мүлдем байқалмайтын ондаған ауру бар. Солардың ең көп таралған түрлеріне тоқталайық. Вирусты гепатит бұл А, Б, С, Д гипервирустары. Олардың арасындағы ең қауіпті В адам өліміне алып келеді. Ал арасындағы ең әлсіз А түрі болып, бұл ауру халық арасында сары ауру немесе Боткин ауру деп те аталып кеткен. Ол кір қолмен, жуылмаған жеміс жидекпен, лас су арқылы жұғады. Боткин ауруының бір артықшылығы, ол басқалар сияқты жасырын емес, бірден сезінеді. Алдын алудың мүмкіндігі бар. А вирусын емдеуге болады және емделгеннен кейін бауырда белгілер қалмайды. Бауыр ауруын емдеу сізде бар бауыр ауруының түріне және оның қаншалықты дамығанына байланысты. Ықтимал емдеуге мыналары жатқызуға болады. Яғни дәрілер. Медицина қызметкерлері бауыр ауруларының кейбір түрлерін дәрі-дәрмекпен емдейді. Сіз гепатит сияқты вирустық инфекцияларға немесе Вильсон ауруы сияқты тұқым қуалайтын ауруларға қарсы дәрі қабылдауға болады. Өмір салтын өзгерту. Бұл жерде бауыр ауруларының белгілі бір түрлерін басқаруға көмектесу үшін диетаңызды пайдалана аласыз. Егер сіз майды бауыр ауруы болса, алкогольден бас тарту, май мен калорияны шектеу және талшықты тұтынуды арттыру көмектеседі. Алкогольге байланысты бауыр ауруы алкогольді ішуден бас тарту арқылы жақсаруы мүмкін. Бауыр трансплантаты. Бауыр ауруы бауыр жеткіліксіздігіне жеткенде, бауыр трансплантаты емдеудің ең жақсы нұсқасы болуы мүмкін. Трансплантация сіздің бауырыңызды сау бауырмен алмастырады. Жалпы бұл аурулардың алдын алу, бауыр аурулардың кейбір түрлерінің, әсіресе сіздің диетаңыз бен өмір салтыңыз әсер ететін аурулардың алдын алу үшін шаралар қабылдауға болады. Егер сізде бауыр ауруы қаупі болса, сіздің провайдеріңіз өмір салтын өзгертуді ұсынуы мүмкін. Соның ішінде алкогольден бас тарту немесе шектеу, транс майлары немесе жоғары фруктоза, жүгері шәрбаты бар тағамдар мен сусындардан бас тарту. Ацетаминофен сияқты дәрілер бауыр зақымданудың жалпы себебі болып табылатындықтан, бауыр зақымданбау үшін рецепт бойынша және рецептсіз берілетін дәрі-дәрмектерді қабылдауда мұқият болыңыз. Тұрақты жаттығу жасау керек. Қызыл етті тұтынуды шектеу. Қауіпті жыныстық қатынаспен айналысу да инені ортақ пайдаланбау арқылы вирустық гепатитпен ауыру ықтималдығын азайтуға болады. Және де достар, осы айтылған ақпараттарды дәрігерлермен кеңесулеріңізді сұраймыз. Егер видео ұнаса, каналға лайк басып, комментарий қалдырып жазыла кетіңіздер.